сценарийін отырамын. Мына суретте не көрсетілгенін кім айтады? Юлия айта ғой. Бұл суретте қазақ елінде түсірілген фильмдер кинолентадан көрінеді. Өте жақсы. Қазақфильм киностудиясының көптеген қазақ киноларын түсірген. Бұл Шәкен Айманов. Қазақтан шыққан тұңғыш кинорежиссер. Ол қазақ киносының қара шаңырағы қазақ фильм киностудиясының негізін қалаған. Шәкен Айманов 1914 жылы 15 ақпанда Павлодар облысы. Сонымен студенттер, біз көрген бейнероликте Шәкен Аймановтың қандай еңбегі сөз болады? Қазақфильм студиясының негізін қалаған. Өте жақсы, Алина. Жаңа сөздер: хас, шебер, мастер, кейіпкер, персонаж, сомдау, играть, мазмұн, содержание, өнер, искусство, негізін қалаушы, основа. Сын есімдер бұл шебер, дарынды, үлкен және көзтартар. Сапалық сын есім бұл үлкен, шебер, түбір сын есімнен жасалған. Дарынды, көзтартар бұл қатыстық сын есім, және дарынды сөзі бұл д жұрнағымен арқылы жасалған. Өте жақсы, Вера, жарайсың. Саған кинотеатрға билет. Мәтінде қазақ киносының атасы Шәкен Айманов туралы айтылған. Оның еңбегінің бағаланып түрлі атақ дәрежелер алғаны көрсетілген. Өте жақсы, Настя, жарайсың. Ала қой. Сосын танылған бұл признанный. Биік белес, высокий результат. Шеберлік, мастерство. Сәлем, Настя. Сәлем. Бүгін ютубта кино өнерінің жұлдыздары туралы фильм көрдім. Голливуд жұлдыздары туралы айтылған ба? Құрметті Мұрат Вишан, сіздің «Оян» қазақ фильмінің маған қатты ұнады. Алаш қайраткері Міржақып Дулатының өмірін, қазақ халқының ауыр тағдырын шынайы түсірген білгенсіз. Алдағы уақытын сізге шығармашылық табыс, жаңа идеялар тілеймін. Өте жақсы. Мен үшін ең құнды мәселе Шәкен Айманов туралы ақпарат алу болды. Мен топта Вероникаға көмек беруге, бүгін Қазақфильм киностудиясы кинолар туралы білім алдым. Ендеше біздің сабағымыз аяқталды. Сау